Жамағат, мен тігі шығарылышты айтқан едім сізге. Міне көшкен еді, ілікті алар болмаған еді, қазірді не yok. Ілік, мәселен, шул челный хлеб деген кейбітлерінде, кештелерінде Қазанның шәк-шәклерін көрмейдірейм. Бұдан кейбітлерде бар. Бұдан бір мұнда қожа болды кейбітті. Анда мен келіп ала едім. Ол шәк-шәклеріні Қазаннан шыққан мотор шындай формада, не тәмлі. Қазір алар мен аны кірдім де ілік кіші қожашыз деп ойлап кіріп, кештелерін қарасам, бір түрлігіне шығар қойғанлар. Мен аны алайым десем, қарасам, бұл мәйтем, білем енді аны сыйфатын алмадым. Шулай кейбітші де тігі кештелер астында отыра, тауарын тігілей бұлай көшіріп, мен сұраған едім, әлі көштілер ме, тігі Башқұртстандағы қожаларға көштім. Де шулай көшті де олды. Мен айтам, мен де кіруге көзге ташланды, шынки Қазанның шәк-шәклері жоқ. Нек мен айтам, міне шулай. Алар нәрсе турында ойлар міне. Алар сәудагер бит ақша хақында ойларға тиіс, бірінші тапқыр. Ол мәселен, өзінің тауарын алмасалар, бүтен ана бит Қазаннан жетістірген алып келгеніне аларға тиіс. Шынасын, әлі айттым бит, мұнда нәрсе деп мелкоптовый база деп атылар, анда да бір сафларынан ерген шақта, бір сақатта Татарстанның бір районына ауылда жетістірілер екен шәк-шәк бек тәмді. Аны мен нешіктір айтырсыз, нәрсеге бірінші иқтибарттырға тышынан мотор болсын ма, әлі іштінен ме тәмлі болсын деп. Біздің типографияда шул тігі біздің бір ішлейдері, қожа ішлейдері, шул мен аны тігі уақытында сөйләшіп, қатнашып үйрегенде, ол мен сөйледі, мұнда де бір ит комбинаты қожасы де, менге заказ берді, мотор банкыларда этикетке жетіштірге мотор шып қарағанда сілегейлерін ағып тұрсын, шул тігі тушонканы ашыз келіпті, ішінен әсі саласын деп сұраған ем, ол де анда деп сәкі дермона суем деп шулай деп айтты де. Міне шун көбік, ол қарайсына, міне сен аны мотор айтасы келемей, моторына қарамайым, мен аны сыйфатына да қарайым. Мен моторлыға мәселен, коробкасы мотор болса, бөлек етесің, әкші аны ашы башлайды, ұшапта жетірмәш, шуңа көре ол сені ішінен нәрседір, сен турынан яманырақ ойлап қойыр. Шуңа көре тыршам енді нәрсе орыс айта бейт, внешне нәрсе должно отвечать внутреннему содержанию. Шуң көбік тышта моторлап, бейзеп язып қойсалар, ішінде де тәмні болырға тиіш. Ол енді қайсы уақытта исключение орысша айтмышлы бола, әлі 2,5 ел ілікмі Қазанда болды бүтін дүния татар конгресі, шында чак-чаклар кирпіш формада шынды ғадигіна тек целлофанға орағанларда моторғына шул үлештілер. Анда оқайтқанем тіл итарлық, бек тәміні шыл ясағанлар. Анда бола бет, жоқ, қаян ол, міне, енді шулшы келділер, яңа қожалар, алар иқтибар еттірі тиіш. Нек міне бұл шәк-шәкні халық алмай деп, бәлкі бір өзгәртірек керек, тігі жетіштіру шында процесінің бір нәрсесін тәмлілік болсын деп, ризығымызларымыз деп, алар ойламай бәлкі, әлі шул білмем, әлі алар шул тігі Башқұртстан болғаш, ислер кетмейм алар, әлі өзінде іліккіше шынды міне вайымсызлық мы, қызғаншқа қаршы мен әйті алмайм. Шул мене қызықсындыра, мен журналист боларақ ілік мәселені оланы yazып шығар едім, алар иқтибар етіп, аны бір нәрсе болса ішлер еді. Қазір енді ішләмә. Қазіргі уақытта қызғаншқа қаршы бек түрәлер, ислер кетмей. Бола енді ішке шығып айтырға, міне шулай міне. Шул кибетті болған түрлі-түрлі. Ол айтыры мәселен, қожасы менге, жоқ, сыйфаты төбен түгіл, біздікі яқшы деп. Шын айтыр едім мен аларға, алай болса, Қазанны қындай шығарып қойғыз? Қазанның шәк-шәкінде. Кіші қайсын сайлап алыр, шында көрірсіз. Қайсы шәк-шәкінің сыйфаты яқшы. Қайсы төбен мәселен, қайсы юғары. Мен шуны айтасы келген едім міне. Анда енді камераны қабысып жіберден деген ем.
орын калмаган икән камерада. Шуңа күрә. Шуның белән тамамлыйсыз килә. Игътибар өчен рәхмәт.